Мен Ескелді ауданының Абай атындағы орта мектебінің Өмірзақ Жұлдыз Бейбіт қызымын. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Сондықтан мен өз отбасымды мәуелі бәйтерекке теңеймін. Бәйтеректің тамыры ол менің әкем, ал ағашы ол менің анам, ал біз балалары сол бәйтеректің бұтақтарымыз деп есептеймін. Сонымен қатар менің асыл қазынам бар деп мақтана алам. Ол менің атам мен апам. Қарт кісіні құт береке деп танысақ, ол ұрпақ көрегендігі дейді. Сондықтан менің баға жетпес байлығым атам мен апам деп ойлаймын. Менің әкем өте мейірімді, жанашыр, еңбекқор, тамырын тереңге жайған жан. Ал анам әдемі, ізетті, қамқор, үнемі айналасына күн сияқты жылылығын шашып жүреді. Екі бауырым менің қос қанатым сияқты. Маған үнемі қанат бітіріп, самғатып, арманыма қол жеткізуге шабыттандырады. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деп қазақ атам айтқандай, тынысым інім бар. Жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы мен бақытты жүзінде. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей, бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі мен отбасы құндылығының маңызы өте зор. Сондықтан біздің отбасымызда барлығы шебер дегім келеді. Менің ағаларым көлік жөндеу шебері. Оны әрине әкемнен үйренді. Ал мен болсам, анамнан аспаздықтың қыр-сырын үйрену үстіндемін. Әр бала отбасының жылуын, қолдауын сезгенде ғана бақытты болып ержетеді. Жақсылық та адам бойына нақ сол бала кезде егіледі. Отбасы деген шағын ғана мемлекеттің берікте бақытты болуы сол ата-анаға байланысты.